Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Майыска келді, 44 жылдың январында туған күн, как раз тур келді бұл. Ойызға отыртып, кеттік қазір неге қоял қатылы барғанымызына білмейміз әлі. Ушыл соғыш яғына барғанымыз, неге яғына, Украина яғына. Шунан бір ой барғаннан соң, Украина Мелитопольға барып жеттік. Шунан біздің тұрақтылар енді шасыларға, батальонларға алынды. Бұл 5-й отдельный полкның 254-ші батальонына ләктік енді. Бақшасарай деген шәһәріне барып орнаштық енді. Шунда тоған шол нейінді үшеуі. Онан соң әлі фронт нейді Қырым әлі ортсағына освободителген немістерден. Онан соң енді біздің қазір жасыларға тұратып, связь біздің полк болды енді. Неге передовойға біз связь береміз. Сол передовойға связь керек бет енді. Онда оның командирі кімі связь білін тұташқан, неден қояндыр оларға задание берілі, связь жоқ біткен связь. Онан енді бір жегет қазір кетті енді нейіне связьні. Ол провод қазір нейді тояқларда түгіл, енді тегінде передовойға бары жеткеш жерде отайынды. Шундан соң снаряд түшіп ме, бұл провод үзілген. Жоқ, неге жоқ, связь жоқ. Шундан бұл жегет кетті енді мұны ізлеп қазір проводын тұтып, передовой қырында енді. Шундан ол барып, үзік жерін топқанда, өзі ранен болған қазір, шуларына қазір ялғай алмай ол өзі. Екі проводында ауызына қапқанда, шундан соң связь барлыққа келді. Шундан соң енді олға кеткеш, біздің шас олға кеткеш, бұл проводларына жолғап, оны да барып таптық енді. Өлген. Онда Латвияға келіп жеттік біз, неге. Шул 44-ші жылының қайсы ойлары болғандар енді. Теге уақытта яз ели қазір жай жетті. Латвия, Эстония, Латвия, Литва, Прибалтийский елдер бетінде. Шуларына озат етуге қатнаштық енді әлігі шошы связь беріп. Енді біздің линия бар бетінде, қазір связь линиясы бар-бар. Барабыр шул Москва білен, шошы войсканы связь білен обеспечивайтерге тиішпіз. Шуны тоже линияны киселер болар. Біз енді соқла беруіміз қазір нені, линияны. Бір час неге постлар қоялар енді бір 15-20 километрға бір неше кішанда қойып, шында соқлайбыз енді онда телефонға да подключаться етеміз өзіміз линияға. И шул әгерде бір повреждение болса линияда шығамыз енді. Енді Польшада асылға дейті де соғыш бітті 9 май, шундан соң бізді Польшаға көшетілер енді. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.